номерларын тастайтын келсе, жануарға немесе ата-әжесі оған сұрақ қояды. Егер бауырсақ сұраққа жауап бере Абай сөзінің
шыршаларға мен бағалау енді алдына жұлдызшалар арқылы сіздерді сабақ барысында жеке бағалайтын боламын. Жаңағы шырша топ бойынша бағалап болса, алдына жұлдызшалар, яғни ішінде сандары жазылған, өзім беретін боламын сабақ барысында. Жақсы ма? Бұл жеке бағалау. Өздеріңді бағалайды. Сабақ соңында мағлұматына беретін боласыздар. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып қояйды. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың аты Абай Құнанбайұлы және оның 7-ші қара сөзі. Иә? Түсіндік қой? Иә. Жақсы. Жазып қоямыз дәптерімізге. жас бала арба туғанда екі түрлі мезгіл туады. Жақсы, қарайсыңдар. Енді екінші тапсырма. Топ болып бұл жерде топтық бағалау жүреді. Яғни екінші тапсырмада қара сөз жаңағы құрамы бойынша, құрылымы бойынша не істеу керек? Жаңағы сәйкестендіру керек. Яғни түсініп отырсыңдар, иә? Осылай сәйкестендіреміз. Мына бірінші кестедегіне қай мәтінге жаңағы қай үзіндіге сәйкес келеді, соны қара сөздердің арқылы дайындауға уақыт беремін.
бағаланады.